Сәлем құрметтім, менің YouTube арнама қош келдіңіз. Сіздің алдыңызда психолог сарапшы маман Эльвира Ерғалина және бізде бір кесе терапия. Құрметтім, ең бірінші сізді келіп жеткен жаңа жылмен құттықтағым келеді. Дәл осы жыл сіздің өміріңіздегі өзіңіз күткен, өзіңіз қалаған үлкен өзгерістерге алып келетін себепкер болатын және сіздің өмір тарихыңызда алтын әріппен жазылатын жылдардың бірі болсын. Қуанышыңыз, махаббатыңыз, жетістігіңіз, сіз жеткен мақсатыңыз өте көп болсын деген келеді. Және біз бүгін жаңа жылда мақсатқа жетуге кедергі болатын психологиялық себептерді айтамыз. Жыл сайын мақсатын арманын тізімнен тізімге көшіріп жазатын жандар. Сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен мақсаттың тізімін дұрыс жазбадым. Қалай дұрыс жазуым керек? Нені қосуым керек? Қандай сөздерді қолдану керек, қолданбау керек деген сияқты түрлі сұрақ болар, білемін. Бұл ол туралы видео емес, оны қоя тұрыңыз. Себебі сіздің мақсатыңызға жете алмай жүрген кедергілердің себебі мақсатты дұрыс жазуда емес, оның тізімінде емес, тіпті мақсаттың өзінде емес, сол мақсатқа жету процесіндегі ойыңыздағы түрлі психологиялық кедергілерде. Дәл осы кедергілерді видеода анықтаймыз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көріңіз, міндетті түрде каналға жазылып алыңыз, лайк басыңыз және пікіріңізді, белсенділігіңізді білдіріп отырыңыз. Мақсатқа жете алмауыңыздың себебі өте көп болуы мүмкін. Әр жанда әртүрлі, жеке болады, десе де мен жалпыға ортақ 5 пунктті бөліп алдым. Оның ең біріншісі тырнақшаның ішіндегі психологиялық қоқыстардың көп болуы. Жаңағы мен айтқан психологиялық қоқыстар адамның бойында болады, адамның сезімдерінде болады. Мысалы, сіз жылды үреймен, тревогамен, жанталаспен, өкінішпен аяқтасаңыз, оны ұмытып кеттім деп ойлауыңыз мүмкін, ол ешқайда кеткен жоқ. Сіздің бойыңызда сезімдеріңізде бар. Оны сіз бар болғаны орап жұтып қойдыңыз, бір жерге салып қойдыңыз. Ол бір жеріңізде тұр. Бәлкім ол тәніңізде психосоматика болып тұруы мүмкін, немесе эмоционалды тұрғыдан сіз әйтеуір бір блок қылып қойып қойдыңыз. 1 қаңтар басталған кезде, сағат 00-ді соққан кезде адамда ожидание болады, күту. Ой, келді, міне, енді бір күшті болады деген сияқты бойында драйв, энергия болады. Оған әрине жан-жақтан интернетте, теледидарда, жарнама, жан-жақта болып жатқан түрлі түсті қызыл, жасыл, әртүрлі әдемі картиналар, концерт, бүкіл көңіл күйді жасайтын бүкіл контент адамға әсер етеді, драйвпен бастайды. Болды, бітті. Ескі жылмен кетті, жаңа жыл келді, күшті ғажайыптар басталады. Енді менің өмірімде барлығы күшті болады дейді дағыны. Бұл қуаныштың, мерекенің эмоциясы біраз уақыттан соң басылып қалады. Және сіз тізімге жазған мақсаттарыңызды, ой, мен бастаймын, қырамын, жоямын, мен салмақ тастаймын, ақша табамын, қандай да бір заттарымды аламын, анаған жетемін, мына проектімді жасаймын деген сияқты көп мақсаттарыңыз біраз уақыттан соң төмендейді да, сіз қайтадан баяғы әдетіңізге басып кетесіз. Бұның барлығы адамның жан дүниесінде қоқыс болып жатқан, хаос болып жатқан процестер. Сіз оны аласыз да маманның көмегімен арнайы практикалар арқылы, терапия арқылы, арнайы сабақтар арқылы жұмыс істейсіз. Мысалы, дәл осы хаосты реттегіңіз келсе, менің өсу атты терапиялық курсым бар, практикум, өте көп практикалар бар, өте көп ақпарат бар, соны алып қолдансаңыз да болады. Егер жаңа жылда мақсаттарыңызға анық жеткіңіз келсе, біріншісі оларға деген сезімдеріңізбен жұмыс істеңіз. Бұған дейінгі мақсаттарыңызға қандай сезім болды? Сенбеу, қорқу, қашып кету, бетін жауып, оны ойламау, басқа нәрсемен айналысып жүру деген сияқты сізде көп процесс болды ғой. Дәл соны аласыз, еске түсіріп, сол мәселелермен жұмыс істейсіз. Ол мақсатты ауыстырып, мына жерге мен басқа мынаны қойып, ананы ауыстырып отырғанмен, сезім сізде қалды. Менде қалды, Мынау ауыса берсе де, мендегі процесс ауыспай тұр, мендегі сезім. Содан бастауыңызда ұсынамын. Самал желден бұл әуеннен
мақсатқа жетуіңізге ең басты кедергілердің бірі әрине өзіңіз болғанда да сіздің бойыңыздағы магическое мышление деп айтамыз, немесе қиял ғажайып ертеге берілетін аса қатты үлкен потолоктарды қойып қоятын өзіңіздің қиялыңыз болуы мүмкін. Магия деген нәрсе өте жақсы, тырнақшаның ішінде, егер бір қандай да бір ғажайыптарға сеніп алға қарай жетелейтін болса, ал егер мақсат қойғанда, қадамдар жасауда, жоспар құруда біз өз күшімізді бағаламай, оны сараламай, білмей, мен тұрамында бірден идеальный қылам, мен тұрамында ең биігіне жетемін, ең басындағы шыңға жетемін деген сияқты бір үлкен ауыр жүктерді арқалап алуымыз мүмкін. Бұл бірден айтайын, сізді ешқандай мақсатыңызға алып бармауы мүмкін. Болады, кей адамдарда бір ғажайыптар болып кетуі мүмкін. Яғни мақсат қойған кезде дәл қазір сіз қай күйдесіз, содан отталкиваться ету дейді ғой, соған аяғыңызды тіреп барып келесіне секіру керексіз. Сондықтан бірінші, қазір табысыңыз қанша, сіздің уақытыңыз жете ме, қандай да бір істерді жасауға, проект болсын, бір жұмысқа тұру, қосымша жұмыс істеу деген мәселелерде бойыңыздағы күш қуатыңыз жете ме, соның бәрін саралап алуыңыз керек. Қаншалықты жете алады, және осыдан кейін ғана табысыңызды мысалы 2 есеге өсіру, немесе 3 есе максимум 5 есе жарайды, 5-тен көп болса психика оны көтере алмай кетеді. Яғни сондай, мысалы сіз айына 200 мың теңге тауып жүрсеңіз, келесі айда 500 мыңға жетуді, немесе келесі жылда 500 мыңға жетуді көздеңіз. Ал егер 200 мыңнан тұрып, мен 200 миллион теңге табам дейтін болсаңыз, енді әрине әркімде әртүрлі жағдай болады, бірақ оған жету мүмкіндігі азаяды. Неге? Дәл осыны тарқатайын. Себебі біздің бейсанамызда, психикамызда оған сенбейді. Дәл қазіргі күйіңіз сізге әйтеуір бір нәрсе үшін керек. Қазір қандай күйдесіз, қандай жағдай, айналаңызда кімдер бар, өміріңізде қандай ситуациялар бар, оның барлығында психикаңыз құрастырып, үйреніп, біз осы күйде тірі қаламыз, бізге осы жайлы деп қанша уақыт өмір сүріп келдіңіз, мысалы. Енді сіз аласыз да ойлаңыз, оның барлығын шашып тастайсыз, мынаның үстіндегінің барлығын қиратып тастап, мен басқасын құрастырам деген кезде психика максимум қорғанады. Мен барымнан айырылып қалсам, қазіргі үйреніп қалған нәрселерден жаңа келетін болса, ол өте қауіпті. Ал егер ол мүлде көрмеген, сізге бір таныс емес, ол жақта қалай әрекет ететініңізді білмейтін өте үлкен деңгей болса, онда психикаңыз одан керісінше қашады. Өйткені ол қауіпті. Өйткені сізге зиян келтіруі мүмкін, және сіз өліп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан алға қарай кішкентай қадамдармен өзіңізді қинамай, өзіңізді қатты стресске лақтырмай, десе де кішкене қадамдар арқылы болатын стресстер бұл бойдағы энергияны, агрессияның күшін, жалпы қозғалыс күшін оятады. Сонда сіз мен жатып қалдым, өмірге зауқым жоқ деген сияқты нәрселерді бір ойламайсыз да. Кішкене қадам, бүгін мынаны істеп тастайын, бір аптада мынаны істеп тастайын, одан кейін бір айда мынау деген сияқты қарасаңыз, бір жылда өте көп іс тындырған болып шығасыз. Жылдың соңында сонда өкінбейсіз, өзіңізді тоқпақтамайсыз, аутоагрессия болмайды, бойыңыздағы бүкіл агрессияның күшін өзіңіздің мақсаттарыңызға жұмсаған боласыз. Яғни кішкене қадамдармен. Самал жерден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Біз мақсаттарымызды қойдық, жаздық, қадамдарын білдік, оның барлығы түсінікті. Ал енді оны жүзеге асыруға келген кезде зауқымыз соқпай, төсектен тұрмай, ештеңе істеуге бір күшіміз жетпей, энергиямыз жоғалып жатып алуымыз мүмкін. Ертең жасаймын, арғы күні жасаймын, деген сияқты өзімізбен өзіміз алысатын кез болады. Бұл деген сөз сіздің бойыңыздағы энергия өзіңізге, әрекетіңізге, мақсаттарыңызға жетпей жатқанының белгісі. Әрине, егер сізде күш қуат жоқ, әлсіздік, күндіз-түні ұйқы, бір сондай бір қиын күй болатын болса, бірінші медициналық тұрғыдан тексеріліп алыңыз.
бәлкім сізде қандай да бір диагноз бастап алып жатқан шығар, бәлкім бойыңыздағы витаминдер жетпеуі мүмкін, оны тексеріп алып, егер онда да ол барлығы жақсы, бірақ сонда да сіздің бойыңызда әлсіздік тұрса, онда мен сізге психолог мамандармен жұмыс істеуді ұсынамын, яғни психотерапия алуды. Неге? Өйткені адамның бойында психикасының күші бар, энергиясы бар, энергияның қандай да бір сыйымдылығы бар. Мысалы, біреуге күнде 5 литр энергия беріп отыруы мүмкін. Құдай ұйықтап тұрады, энергиясы қайтадан толып отырады, және күні бойы адам ол энергияны қайда жұмсауы мүмкін. Егер ол әрекетке, мақсатына, қимылдауға, жүруге жұмсай алмаса, демек психиканың энергиясы адамның бойындағы түрлі ренішке, түрлі ішкі конфликтке, түрлі ойға, өткеннің қандай да бір қалып қойған блоктарына, түйіндеріне, немесе түрлі психологиялық травмаларға, қорқынышқа, үрейге, көп нәрсеге кетіп жатуы мүмкін. Психологияда жан-жақтан әртүрлі терминмен түсіндіреді. Жалпы энергия, адамның бойындағы энергиясы, оның ағысы бар. Ол бір өзен деп алайық. Өзен ағып жатыр, анау таудың басынан бұлақ сияқты келеді дағыны, ары қарай жаққа ағып кетеді. Ол ағын, уақытта ағын, өмірде ағын, адамның бойындағы энергияда ағын байқасаңыз, қан айналымда жүріп жатыр, сұйықтық, тамақты жейміз, ол да ағын болып біз қалдық ретінде шығарамыз. Мысалы, қандай да бір ісіміз, ойымыз байқасаңыз, бәрі ағын, бәрі. Ал егер бұл ағыс тоқтап қалса, ағын азайса, өзеннің суы азайса, демек, анау арғы жақтарда, бас жағында кедергі көп дегенді білдіреді. Мысалы, өзеннің ішінде тас, қоқыстар, түрлі бөтелкелер, баклажкалар, неше түрлі нәрселер лақтырылған болса, ол ары қарай ағыс тоқтайды. Су азаяды, мусор көбейген сайын тоқтайды. Сол сияқты адам дүниеге келген сәттен бастап, қазіргі жасыңызға дейін балалықта фундаментіңіз қаланды, одан бері өте көп адаммен кездестіңіз, қатынас болды, өте көп оқиғаны өткердіңіз, және соның барлығында сіздің бойыңызда біреуінен реніш қалды ма, өзеннің ағысын бітеп жатыр. Екіншісінен қорқыныш қалды ма, өзеннің ағысын бітеп жатыр. Түсінбейтін қандай да бір конфликт, сіз шешпей қашып кеткен, ұмыта салған, араласпай қойған қандай да бір қатынастар бар, оның барлығы өзеннің ағысын тоқтатады. Яғни, анау әу бастан келмей қалады. Бұл бойыңыздағы энергияның аз болуына, бойыңыздағы күш қуаттың аз болуына алып келеді. Сіз мақсатты 100 емес 1000, 1 миллион тізім жазып қоюыңыз мүмкін. Неше түрлі нәрсені қиялдауыңыз мүмкін. Аздан бастап қадамды жасауыңыз мүмкін. Смарт, кайдзен, неше түрлі техникалар бар. Білесіздер, білім алдыңыз, өте білімдісіз. Ол ақпараттың бәрін, теорияның бәрін өте мықты білуіңіз мүмкін. Бірақ психикаңыздың энергиясы жетпей жатса, ол жай ақпарат болып қалады. Жүзеге асырылмайды. Әрекет етуге кедергі көп болғаны. Сондықтан, биыл, дәл осы жылы бойыңыздағы күш қуатыңызды, энергияңызды алып тұрған өте көп кедергілерді аршуға, алып тастауға арнауыңызға кеңес беремін. Яғни, психологиялық курстар, терапия, топтық терапиялар болсын, жеке болсын, өзіңізбен жұмысты дәл осы жылы бастаңыз. Егер бұрын соңды жасап көрмеген болсаңыз. Егер дәл осы жылда өзіңізбен жұмысқа, жан дүниеңізбен, психикаңызбен жұмысқа арнаймын деп шешсеңіз, менің терапиялық курстарым бар. Дәл қазір алып, оны қолдана берсеңіз болады. Арнайы аудиомен, арнайы методикамен, менің жеке қабылдауымда болғандай терапиялар бар ішінде. Өте қолжетімді бағада, өте выгодно деп айтайықшы, өте бір пайдалы болады. Себебі бір терапияға бару 30 000, 50 000 болатын болса, менің терапия курстарымды шаққан кезде өте аз баға шығады. Екіншісі, оны бірнеше рет қайталай аласыз. Көріңіз, осыдан бастап көріңіз, терапияның не екенін білмесеңіз. Немесе менің топтық терапияларым бар. Жеке жұмыс істейміз бірнеше ай, тіпті ақысыз өнімдерімді қолданамын десеңіз, дәл менің осы YouTube арнамда көлеңке бар, басқа да
жобаларым бар, бәрін көріңіз, сіңіріңіз, конспект жасаңыз. Жалпы мүмкіндік өте көп. Менің инста парақшамда да, телеграм каналымда да көмектесетін құралдар өте көп. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Келесі пункт. Бұл да маңыздылардың бірі, және көп назар аудара бермейміз. Мысалы, қараңыз, мақсатыңызды қойдыңыз, оған керек энергияларыңызды бойыңыздан аршып алып жатсыз, қазба байлығы сияқты ғой, жасырынып жатыр, бір жерлерде тығылып жатыр, басқа жаққа кетіп жатыр. Соның барлығын топтастырдыңыз. Және энергия бар, мақсат бар, әрекет ету керек болған кезде ең қызығы және біздің мидың алдайтын тұсы, әрекет ету керек кезде әрекет етеміз, бірақ мүлде басқа әрекеттер жасап кетеміз. Өйткені бойдағы сезімдерді түсінбегендіктен. Мысалы, мақсатыңыз бар, энергияңыз бар, уақытыңыз бар, ресурс бар, оны жасаймын, бір әрекетті жасаймын деп тұрасыз да. Ай, мен TikTok көре салайыншы, ай, мен Instagramда қарай салайыншы, ай, мен подружкаммен қыдырып келе салайыншы, әңгіме айтып келейін, немесе бір тойға бара салайын, мен мынаны істей салайын, мынаны жасай салайын дейсіз дағыны, мақсатыңызға жұмсау керек энергияны басқа жаққа төгіп тастауыңыз мүмкін. Бұны энергияның сливы деп айтамыз, Сондықтан артық заттарды, әсіресе тәуелділіктерді азайтуға кеңес беремін. Мысалы, сериалды көп көретін болсаңыз, оны азайтыңыз. Мүлде жоқ қылып тастасаңыз да өте жақсы. Сіздің артық энергияңызды алып тұр, уақытыңызды, назарыңызды бәрін алып. Немесе әлеуметтік желілерде отыра беруіңіз мүмкін. Біреуін көресіз, екіншісін көресіз, эмоциямен байлап алады. Reels, TikTok, тағы не, Stories, просто ақпаратты кеміріп отыра беруіңіз мүмкін да, әрекет жоқ. Жаңағы жақтан жинап алған энергияңызды басқа жаққа төгіп жатсыз. Оны азайтыңыз, мүмкіндік болса. Артық ауық кездесулер, артық ауық покупкалар, мысалы шопинг болсын, немесе артық ауық бір той, қыдыру, тағысындағы көптеген мәселелерді азайтып, бүкіл назарыңызды мақсатыңызға аударуға тырысыңыз. Және мақсатыңыздың орындалғанын көрген сайын, өзіңізге галочка қойып отырасыз, орындалғанын көрген сайын сізде шабыт пайда болады. Мынау жасалды, екіншісі жасалды. Яғни бүкіл назарыңызды осы жаққа аударып кетсеңіз, мақсатыңызға басында қиын сияқты көрінуі мүмкін, кейін сізде оған деген азарт пайда болады, жылдамдығыңыз артады. Қысқасы, бір жылдың ішінде бірнеше мақсатыңыздың орындалғанын өзіңізде байқайсыз. Дәл осы 4-ші пунктте айтылған ақпаратты сіз өте жақсы білесіз. Мақсатыңызға жету үшін соған назар аудару керек, басқаларына назар аудармау керек деген сияқтыны, өте жақсы білесіз, бірақ көбіне жасамауыңыз мүмкін. Ана жаққа кетіп қаласыз. Неге? Себебі ол жақта тез алатын дофамин бар. Дәл осыдан кейін, ары қарай 5-ші пунктті жалғастырып кетейін, тез алатын дофаминді сіз өзіңіз жасап алыңыз. Яғни, қандай да бір мақсатыңызға жеттіңіз ба, қандай да бір нәрселерді орындадыңыз ба, апта сайын немесе 3 күнде бір рет өзіңізге сыйлық жасап отырыңыз. Өзіңізбен келісімге келіп аласыз. Мысалы, егер мен осы қандай да бір мақсатыңызға қатысты жұмыстарды бір аптада орындасам, одан кейін мен өзіме мынадай затты алып беремін. Немесе мына жерге барып қыдырамын, кино көремін, киім аламын. Көп қой, бәлкім кейбіреулері саяхат, iPhone деген сияқты үлкен өзінің бір қалауларын жазып қою мүмкін, Яғни, мен апта сайын осындай уақыт, 1 сағат, 2 сағат оны жасаймын. Жасап болғаннан кейін мен өзіме сыйлық беремін. Сіз әлеуметтік желіге кіріп, жаңағы бос әрекеттер жасағанда, бос демей қояқшы, уақытыңызды өлтіретін, сериал көргенде, немесе қандай да бір тәуелділіктер болған кезде не үшін көресіз? Өйткені сізге ол эмоция береді. Жаңағы бір драмалардың ішіне кіріп кетесіз, өз өміріңізде жоқ, немесе қалаған бір махаббаттар, мелодрамалар, түрлі сезімдер, бір ойнап жатады, күліп жатады, адамдардың жетістігі, ақыл айтқаны, түрлі нәрселерді көресіз, сол жаққа кетіп қалып жатасыз ғой. Соны ақырын өміріңізге енгізіңіз. Немесе күн сайын 3 күнде бір
қандай да бір өзіңізге марапат жасап отырыңыз. Бұл сіздің кішігірім өзіңізге арналған ойыныңыз болсын. Және әлеуметтік желі немесе телефонда заметки бар ғой, заметкиға фотосын бәрін жинап жүрсеңіз, өзіңіз үшін қызық болады. Әдетте адамдарға адам керек. Біз әлеуметтік желіде отырғанды не үшін ұнатамыз, не үшін құрбылармен кездескенде, адамдардың арасында жүргенді жақсы көреміз, олар бізге кері байланыс береді, жалғыз емес екенімізді білдіреді. Сондықтан мүмкіндік болса әлеуметтік желіні жүргізіп, сториске ақырын салып, таныстарыңыз, туыстарыңыз болсын, өзіңіздің ақырын жетіп жатқан мақсаттарыңызды, ол кезде не сездіңіз, нені өткердіңіз, қандай ой болды, ақырын жазып бөлісіп жүрсеңіз, ол адамдар сізге кері байланысын беруі мүмкін. Яғни сіз ана жақтан өзіңіздің кішігірім бір мемлекетіңізді құрып бастайсыз. Ол ертең үлкен империяға айналуы мүмкін. Ол кішкене қадамнан басталып, өте үлкен блогтарды жүргізуіңіз мүмкін. Үлкен эксперттерге айналуыңыз мүмкін, мысалы, әрқайсыңыз. Яғни солай өзіңізге жылдам, тез дофамин беретін ережелерді өзіңіз құрып алыңыз. Сонда көптеген мақсатыңыз орындалады, өзіңіздің қалауларыңыз орындалады, эмоция аласыз, жаңа нәрсені көресіз, жаңа дүниелерді, бұрын соңды алмаған нәрселерді тұтынуыңыз мүмкін. Яғни сіздің өміріңізде қозғалыста, өзгерісте, жаңа дүниелерде болады. Және бонус ретінде мынадай бір пунктті қосқым келеді. Өзіңізге мақсатыңызды ойын қылып алыңыз. Ол қалай? Мысалы, сіз бір мақсат, мысал ретінде айта салайын, сіз iPhone алғыңыз келеді, бұны бір жылға қойып қойыңыз. Жаңа нұсқасын алғыңыз келуі мүмкін, немесе біреу үшін көлік, біреу үшін баспана болуы мүмкін. iPhone-ға қатысты күнде кешкісін 3 немесе 5 жаңа нәрсені өзіңізге жазып отырыңыз. Оны интернеттен оқисыз ба, әлеуметтік желілерден іздейсіз бе, немесе барып дүкендерге барып көресіз бе. Яғни сіз үшін мақсатыңыз туралы күнде 3 немесе 5 ақпарат. Блокнотта аласыз, жаза саласыз. Мен бүгін көлік туралы мынандайды білдім, маркасы бар екен, немесе оның қозғалтқышының күші мынандай екен, тағысындағы моторы мынандай екен, мынандай түстері бар екен деген сияқты сіз күнде сол туралы зерттей бастағанда, бейсанаңызға сол мақсатыңыздың образы тереңдеп отыра бастайды. Яғни алыстағы нәрсе жақындайды, және соңында ол сізге қауіпсіз, үйреншікті, таныс адам сияқты болады. Және оны жүзеге асыру сізге өте оңай болады. Яғни күнде мақсатыңыз туралы қандай да бір ақпараттарды біліп, жазып, бәлкім фотосын жинауыңыз мүмкін телефонға, мысалы, яғни бұл бір өзіңіздің бір ойыныңыз болсын. Біраз уақыттан кейін өте көп ақпаратты білесіз, және ол сізге өте таныс болады. Және оны алу жеңілдейді, жолдарын қалай да табасыз. Жалпы білесіз, жарнаманы тоқтатпай жасай береді, көрсете береді, қайта әртүрлі береді. Мысалы, алпауыт компаниялардың өзі саудасы жүріп тұрса да, жарнаманы үнемі береді. Не үшін? Сіз дүкенге барған кезде өте көп заттардың ішінен сол жарнамадан көрген затқа қолыңызды жүгіртесіз. Өйткені ол таныс. Соны тез алуға тырысасыз, бір туғаныңыз, туысқаныңыз сияқты. Сол сияқты өзіңіздің мақсаттарыңызды өзіңіздің туысқаныңызға қауіпсіз, жақын бір бөлшегіңізге айналдырыңыз. Бұл да сізге көмектесу керек. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Бұның бәрін білемін, маған терапия керек, маған практикалар керек, маған бір басқаша тереңдейтін сабақ керек дейтін болсаңыз, менің өсу практикумым бар. Ол жерде терапиялар бар, ол жерде арнайы видео сабақтар бар, орындайтын практикалар бар, мақсатқа қатысты энергия, адамның жас кризистері болады. Мысалы, сіздің бір нәрсені өзіңіз жасай алмай, бастай алмай, қорқақтап жүргеніңіздің себебі 3 жастың кризисінен өте алмауыңыз мүмкін. Мысалы, ондай да болуы мүмкін, жеткіншек кездегі кризис деген сияқты түрлі кедергілер болуы мүмкін. Бұл психологиялық терапия және басқа да практикалардан тұратын осы өсу курсын дәл қазір алып қолдануға болады. Бағасы өте қолжетімді. Жалпы бұл мықты бір қазына деп айтуға тұрарлықтай. Менің өнімім, бірнеше өнімнің бірі. Соны қолдансаңыз болады. Самал
дәл осы видеодағы ақпараттар сізге не ой түйгізді, қандай ой берді, оны жазып кетіңіз, және бұл ақпараттарды білген болсаңыз, қосарыңыз болса, оны да жазыңыз. Асыға күтеміз, басқа жандар да оқып өзіне керегін түртіп алады деген ниеттемін. Жалпы YouTube арнамдағы бүкіл видеоларды қарап шығыңыз, әсіресе көлеңкені. Ол жерде терапия бар, талдау бар, терапиялық әсер бар. Келесі видеоларда кездескенше құшақтадым. Самал желден